Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте оңай әрі жеңіл бір ғана жұмыртқадан жасалатын тағамның рецептімен бөлісемін. Маған тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бар болғаны бір жұмыртқаны аламыз, оның үстіне біраз қасық қаймақты қосып, кішкене шым тұз қосамыз. Және де сыр қосамыз. Сыр аса маңызды емес, қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Табамызды қыздырып, үстіне бір шай қасық май құямыз. Майды қатты қыздырып аламыз да жаңағы жұмыртқамызды құямыз. 1-2 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Жұмыртқаны осылай аударып, екінші бетіне кішкене ұстаймыз да, бетіне донердің қамыры болса қойып, одан кейін тағы да аударып, видеода көрсетілгендей қамырды орап шығамыз. Осымен тағамымыз дайын болады. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Тойымды тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.